Hello, dear students. How are you? Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін біз сіздермен келесі сабағымызды бастаймыз. Ал олай болса, кеттік. Ағылшынша сен қайдан боласың дегенді қалай айтамыз? Бірінші сөйлемнің басында бізде сұраулы сөздер тұрады. Қайдан боласың? Where деген тұрады. Where дегеніміз бізде қайдан деген мағынаны білдіреді. Қайда, где. Одан кейін бізде are, to be естігі тұрады. To be естігін білеміз, я? Am, is, are. Youға are қолданады. Одан кейін you тұрады. Where are you? Сонда бізде предлог тұрады from. From дегеніміз бізде предлог, ол is деп аударылады. Бір нәрседен, я? Where are you from деп аударылады. Сен қайда боласың? Келесі. Мен Қазақстаннан боламын. Ал сен ше? Қалай айтамыз? Мен дегенді I дейміз, я? To be есі қолданамыз. I-ға am to be есі қолданады. Одан кейін предлог қолданамыз. From, I'm from Kazakhstan. Мен Қазақстаннан боламын. Ал сен ше дегенді қалай айтамыз? And you. Тіпті аламыз. And you. I'm from Kazakhstan. And you деп айтамыз. Келесі. Мен Ресейден боламын. Ал сен ше? Тура осылай, бірақ мына жерде Қазақстан орнына Ресей деп қоямыз. Қараңдар. I am from Russia and you. Көрдіңіздер ма? Ресей деген бізде Russia деп оқылады. Russia. I'm from Russia and you. Мен Италиядан боламын. Ал сен ше? Тура осылай, я? I am from Italy and you. Италия деген бізде Italy деп оқылады. Italy. Келесі. Ол қайдан болады? Сұралы сөйлем қоямыз. Where. Одан кейін to be есі қоямыз. Олға бізде is to be қолданады, я? He, she, itқа is to be есі қолданады. Жаттап аламыз. Енді she. Егер ол болса he қолданады, қыз болса she қолданады. Демек, бұл жерде қызды сұрап тұр, я? Ол қайдан болады? Where is she from? Ол қайдан болады? Көрдіңіздер ма? From деген бізде preposition предлог, я? Мінекей. Келесі. Ол Қазақстаннан болады. She. Ол дегеніміз бізде, я? She. To be қолданады. Is. Предлог қолданамыз from Kazakhstan. She is from Kazakhstan. She дегеніміз ана, ол. To be қолданамыз from Kazakhstan. She is from Kazakhstan. Ол Ресейден болады. Тура осылай, бірақ мемлекеттің атын өзгертеміз, я? He is from Russia. He is from Russia. Бұл жерде олды айтып тұр, я? He деп солсын. Сондықтан да he деп қолданады. Егер қыз болса she деп қолданады еді. Келесі, олар Италиядан болады. Олар деген қалай болады ағылшын тілінде? They. They are from Italy. Көрдіңіздер ма? Theyға are to be есі қолданады. Қараңыздар. Theyға бізде are to be есі қолданады. Are. Theyға бізде are to be есі қолданады. They are, но бізде предлог from Italy. Олар Италиядан болады. Heға is to be есі қолданады. Sheға is, я? Sheға is to be есі қолданады тұр мінекей. Бізде to be естігін жаттап аламыз, я? Айға, я? Айға am to be есі қолданады. Am. He, she, itқа is to be есі қолданады.
Мінекей, енді сіздер қай қаладан екенін айта аласыздар. Мысалы, сіздер шетелге барсаңыздар, иә, сен қай қаладан боласың, қай мемлекеттен боласың деп Where are you from? Where is she from? деп сұрақ қоя аламыз, иә? Және жауап бере аламыз. I'm from Kazakhstan, I'm from Russia деп, иә? Мінекей, бұл өте керекті выражение, сөйлем деп есептеймін, сондықтан да жаттап алу керек. Okay, the lesson is over. Goodbye, student. Сіздерге сабақ ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер, подписаться етіңіздер, және сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Кездескенше.